Сәлем қазақстандықтар, бүгін 24 тамыз. Біз қазір мынау Назираның сотынан шықтық. Қандай шешімге келгенін қазір өзі айтып береді. Армысыздар қазақ елі, мен Мамырова Назира, Шымкенттік белсенді. Бүгін 24 тамыз 2026 жылы менің сот үкімі шықты. 86.500 айыппұл. Біздің мемлекетіміз негізі зайырлы, әлеуметтік, құқықтық, демократиялы мемлекет болғаннан кейін, және бізде сөз бостандығы бар дегеннен кейін, мынау сайлау кезінде, сайлаудағы дода кезінде менің өзімнің жеке пікірімді партиялар туралы заңның бұзылып жатқанын айтқандығым үшін 86.500 теңге айыппұл түсті. Енді мен бұл жаңағы соттың үкімімен келіспеймін, міндетті түрде апелляциялық сотқа шағым түсіремін. Сондықтан да жалғасады. Ал Қазақстан. Біз сөз бостандығы жоқ екеніне менің көзім жетіп отыр. Ол бұрында да көзім жеткен. Енді тағы да соны дәлелдеп отыр. Мына Назира қызымыздың өзі әр сөзін салмақтап, әр сөзін ойланып сөйлейтін қыз ғой, бұл бар ғой. Мына жерден қате кетпейін бе, мына жерден кінара тақпаймын екен, оларды бәрін салмақтап сөйлеп жатқан қызды айыптап, соны айыптап отыр ғой енді. Тауып отыр әйтеуір. Иә, тауып отыр. Біресе тауып отыр. Жоқ, оны бет бақтырмайды ғой, олар бар ғой. Жоқ, мынандай ғой десең, ол жоқ. Мынау үкіметтің шешіп бергеннен сендер шеңберден шығып болуларың керек. Сондай мәселе келтіріп отыр да. Сөйтіп Назира қызымызды айыптап отырды. Онда біз келіспейміз. Бірақ кімге шағынамыз? Соны ойланатын нәрсе екен де, біз шағынатын ешкіміз жоқ қой. Мынау бәрін Тоқаев сайлаған болса, сотты Тоқаев сайлаған болса, вице-министрді Тоқаев сайлаған болса, МВД-ның бастығы Тоқаев сайлаған болса, біз кімге шағынданамыз? Шағынданатын ешкіміз жоқ. Өсіп күңкілдеп қоямыз ба, кетеміз біз? Жоқ, басқа бір жолын табамыз ба? Ойланатын нәрсе екен. Соны ойлансаңыздар, бұл билік кері кеткен болып отыр. Кері кетіп, бізді тас қастырына әкетіп жатыр бізді. Баяғыдай сөз бостандығы жоқ. Әдісі мәдіп төбенен тоқпақ ұстап отыратын сондай заман болып жатыр ғой. Бетіне шыққан жаңағыдай сорпа бетіне шыққан майлардың бәрі қазір Шымкентте 5-6 адамы. Соларды 6 ай сайын біздің қолымды шектеп, айыппұл салып, шектеп отыр да. Өзіміздің правамызды шектеп отыр. Сол басқа не болмыз. Бұл сайлаудың алдында партиялардың арасында дода болғанда, сонда біздің пікіріміз айтуға ол айып болғаны, ол ненің белгісі? Сонда бізді соттың сөз бостандығымыз бар ма, жоқ па? Түсінбей қалдық қой сонда. Әр сөзімізге бізге сотта тарта берсе. Сонда ойланайық, бұл не деген болып жатқан жағдай Қазақстанда түсініксіз болып жатыр.